Hello learners, қазір біздер өтеміз Family Friends'in граммар бөктен 40-шы беттен ары қарай. My home деген менің, home деген үйім дегенді білдіреді. Where are? Бұл жерде сұрақ, where are деген қайда? Яғни where are деп біздер көпше түрге қолданамыз. Егер is болса, ол жекеше түр болып есептелінеді. Where are Jem and Dave дейді. Джеми және Dave қайда? Келесі, they are in the garden. Олар бақшада. Where are grandma and grandpa? Ата және әже қайда? Grandma дегеніміз әже, grandpa дегеніміз ата. They are in the living room. Олар қонақ бөлмеде. Енді біздер бөлмелердің аттарын жазамыз. Біріншісі living room. Living room дегеніміз қонақ үй болды. Room. Living room. Қонақ бөлме. Kitchen. Kitchen ас бөлме. Dining room. Ас ішуге арналған бөлме. Kids room. Балаларға арналған бөлме. Bedroom. Bedroom. Ұйықтауға арналған бөлме. Осы бөлмелердің аттары. Келесі. Тапсырмаларды көрейік. Бұл жерде қандай тапсырмалар бар екен? Where is және where are. Қазір айтқандағыдай, егер де бір зат болса where is, көп зат болса, көпше түрде біз where are-ны қолданамыз. Where is Alison? Alison қайда? She is in the bedroom. Ол ұйықтайтын бөлмеде дейді. Келесі. Келесі, енді бұл жерге Джейми және Дев екі адам болғандықтан бізде көпше түр. Сол себепті where are-ны қоямыз. Джейми және Дев қайда? Where are? Mom. Where is mom? She is in the kitchen. Where is mom? Where are the жазып жіберейік? Where are they are? Джейми және Дев қайда? Олар bathroom. Bathroom дегеніміз жуынуға арналған бөлме. They are in the bathroom. Where is mom? Бір адам болғандықтан жекеше түр. Оған where is деп қоямыз. Мама қайда? Мамасы ас үйде. Ас үй ағылшынша болады kitchen. Ары қарай. Where are grandma and grandpa? Әже және ата қайда? Олар холлда. Қырқыншы беттегі тапсырмаларды аяқтадық. Келесі бізде 41-ші беттегі тапсырма. Is he in? Is she in? In дегеніміз ішінде дегенді білдіреді. Where is Alison? Alison қайда? She is in the living room. Ол қонақ бөлмеде. Бұл жерде сұрау сөйлем екен. Сол себепті is she in the living room? Ол қонақ бөлмеде ме? Yes, she is. Ол дейді. Келесі, where are Jamie and Dave? Jamie және Dave қайда? Are they in the bedroom? Олар ұйықтайтын бөлмеде ме? No, they aren't. Жоқ, олар емес дейді. Олар ондай емес. Екінші тапсырманы орындайық. Are they in the hall? Олар холлда ма? Yes, they are. Are he in the living room? No, he isn't. He is in the garden. Ол бақшада. Are they in the kitchen? Олар ас үйде ме? No, they aren't. They are in the living room. Is he in the bathroom? Ол жуынуға арналған бөлмеде ме? Yes, he is. Ол. Үшінші тапсырма. Look and write дейді. Жоғарыда сөздерді керекті орындарға қоямыз. Are they in the garden? Yes, they are. Олар бақшада ма? Олар. Келесі мамасы екен суретте. Is she in the kitchen? Ол ас үйде ма? Kitchen? Yes, she is. Ол. Келесі, атасы мен әжесі. Are they in the kitchen? Олар ас үйде ма? Жоқ, олар емес. They in the kitchen? No, they aren't болады. Жауабы. No. Төртіншісі. Is he in the bedroom? Әкесі қайда? No, he isn't.
Бесінші, ал есімге қараймыз. Is she? Is she? No, she isn't. Ол ұйықтайтын бөлмеде ме деп сұрап жатыр. Ол қонақ бөлмеде ме? Жоқ, ол ұйықтайтын бөлмеде. No, she isn't болды. Upstairs дегеніміз жоғарғы қабат, downstairs төменгі қабат. Енді суреттерге қарап, біз төртінші тапсырманы орындайық. Where are Alison and mom? Алиса және мамасы қайда? They are upstairs емес, downstairs болады, өйткені олар төменгі қабатта. Stairs. Олар кухняда. They are in the kitchen. Тапсырма. Where is bathroom? Жуынатын бөлме қайда? Ол жоғары қабатта. It is upstairs. Where is that? Әке қайда? Ол төменгі қабатта, downstairs. Ол холда. He is in the hall. Алтыншы тапсырма. Where is hall? Ол қайда? It is төменгі қабатта. It is downstairs. 43-ші бетте тапсырмаларды орындап болдық.